Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз үйгірске самса дайындаймыз. Оған бізге 500 грамм ұн, 250 грамм сливочный май 82%, бір қасық тұз, 100 миллилитр бір стакан айран не қаймақ, жұмыртқаның 2 сарысы и 1 жұмыртқа целый. Енді бастаймыз. Енді осы майымыз не болу керек? Қатты бұзырамаған, комнатный температурада неде olur. Кішкене қаттылау одан, холодильниктен алған. Соны енді осыған теректаймыз. Осылай теректаймыз онымен. Міне біздің жаңағы май мен ұнымыз осындай крошка болу керек, осылай көрдіңіздер ме? Осылай. Осындай крошка болу керек, жаңа маймен нені араласқанда. Енді осыған жаңағы 1 целый жұмыртқа, одан 2 жұмыртқадан сарысын араластырамыз. 1 қасық тұз и 1 стакан не айран, не қаймақ. Сұры өтіп кетсе де бола береді. Міне жаңа жұмыртқа, тұз, айранымыз араласқанда, енді осы тестаға құямыз. Енді осыны араластырамыз. Тестамыз дайын, эластичный. Енді осы дастарханның үстіне тағы да илейміз қаттырақ. Сосын салафанға салып, 15-20 минутке холодильникке қоямыз. Тестамыз холодильникте тұр, пока 15-20 минутте. Оған біз начинкасын дайындаймыз. Оған бізге үйгірске самсаға 500 грамм фарш керек, 500 грамм лук керек. Оны кубиком кесеміз, 4 бұрыштығып. 1 қасық тұз, чайная ложка, 1 жарты қасық черный перец саламыз. Тестамызды алып шықтық. Енді осыны қатайттаймыз. Тестаны қатайттадық, осылай 1,5 миллиметр такой толщина должно быть. Енді осыған май жағамыз. Май жағамыз осылай. Міне осылай майды жағамыз, жаңа қатайттаған тестамызға. Міне майын жағып болды тестаға, енді орай береміз, тығыздап орай береміз. Міне осылай орап алдық, енді осыны бүйте ораймыз. Міне осылай орадық, енді осыны морозилкаға 1,5 сағаттай қоя тұрамыз. Тестамыз міне дайын, холодильниктен алып шықтық жаңа морозилкадан. Енді размерін өзіңіз білесіз, қалай кесіңіз. Кішкентай самса, если хотите, кішкентай кесесіз. Кесесіз де былай істейсіздер. Шетішінше, сосын былай. Міне мына жағымен не көрінеді? Осылай кесе бересіздер. Тестамызды бөліп қойдық. Размерін әртүрлі қыласыздар. Кейбіреуіңіз кішкентай болса кішкентай қылып кесесіз, үлкен болса үлкенірек қыласыздар. Толщинасын қатты жұқа қылмайсыздар. Өйткені тестаңыз қатып кетеді. Где-то вот так қалыңдығы болады. Фаршымызды салдық. Енді былай лепеттаймыз. Шетін былай бересіздер. Міне осылай шеттерін бересіздер осылай. Листқа қоя береміз осылай. Енді жаңағы самсамызға жұмыртқаның сарысын жағамыз. Вообще самсаны уже істеп атқанда ертерек духовкаңыздарды қыздырып қоясыздар 180 градусқа. Жұмыртқаны жақтық. Енді для украшения можете мак, кунжут себулеріңізге. 180 градусқа 30 жарты сағатқа қоясыздар. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі. Өздеріңіз духовкаңызға қарап пісіресіздер. Міне біздің үйгірске самсамыз дайын.
Енді міне қараңыз, жүп-жұмсақ болып пісті міне. Міне тестасы. Міне слайм. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдын ала қолдауыңыздарың үшін рахмет.